Зауал, авторы Мықтыбек Оразтайұлы. Бұл әңгімені жазам деген ойым жоқ еді. 4-5 жыл алдын Шымкенттегі бөлем той жасады. Тойын мен басқарғанмын. Той үстінде 40-ты алқымдаған қонақтардың бірі маған: "Асаба, өзіңді таныстырмадың ғой, қайдансың, аты жөнің кім, елің кім?" деді. Жөнімді айттым. "Қайсы атам екен, Мақтарал ауданындағы ма?" "Иә, дәл өзі." Кейін мені оңашаға шақырып ауылды сұрады. Әке шешемді жақсы таниды екен. Мен оны танымадым, есіме түсіре алмадым. 1994 жылы ол жақтан көшіп кеткенмін. 20 жыл болды, қайтадан барған емеспін. Ешкімім жоқ, барғандан естеймін. Ауылдан тек 1-2 кісіні ғана сұрады. Ол сұраған адам 5-6 жыл бұрын параличтен қайтыс болғанды. Иманды болсын деп бетін сипады. Не үшін көшкенін сұрадым. Ұзақ әңгіме екен. Басынан бастап баяндап берейін де қысқасы. Берік шешесі екеуі ғана тұрады. Әкесінен жастай жетім қалған. Бұдан алдыңғылардың бәрі қыз еді. Олар әлде қашан тұрмысқа шығып кетті. Жасы 22-ге келген, үйленбеген. Қой аузынан шөп алмас момынның дәл өзі. Шешесі де өзі секілді сөзге сараң адам. Ешкіммен шатағы да, шаруасы да жоқ, жуас пенде. Анасы екеуінің ашылып сөйлескен кездері сирек. Үнсіздіктен қалай жарылып кетпейтіндеріне таңғаласың. "Балам, қашан үйленесің?" дейді кейде анасы. Бұл мұрнының астымен қоңқ ете қалады. "Үйленеміз ғой." Болды, осымен әңгіме тәмам. Әрі қарай дамымайды. Басқалар секілді баласының жер жебіріне жетіп ұрсуды да білмейді. Жарықтық шеше. Үйде сөзге сараң Берік достарының арасында да солай. Отырыс жиындарда достары арақ құйса қолдарын қақпайды, ішеді де отыра береді. Ешқашан араққа тойып алып өзгенің жағасынан алған пенде емес. Тойға қалай барады, бөтелкелеп ішсе де тойдан солай сап-сау күйі қайтады. Оншалықты сөйлеп белсеніп жарытпайды. Оның бар жоғы достарына анау айтқандай біліне де бермейді. Бетегеден биік жусаннан аласаның нақ өзі. Өмірі де өзінің болмысы секілді бір қалыпты сарымен өтіп жатқан. Тек тосыннан келіккен бір жағдай мұның өмірінің астан кестеңін шығарып жіберді. Бәріне ішкілік кінәлі, дұрысы ішкен өзі кінәлі. Достарымен жолыға қалған ол тағы да достары құйған ішімдікті сіміріп отыра берген. Бұл жолы қанша ішсе де мас болмайтын Берікті достары әп-сәтте мас қылып тастады. Берікті тез мас қылудың жолын білемін деген еді бағана достарының бірі шарап ішерден алдын. "Қалайша?" деді екіншісі. "Былай жасаймыз. Ол ішіп отырған шарапқа темекінің тұқылын тастаймыз. Тез қылжияды." "Олай бола ма екен? Ұят емес пе?" "Не сұят? Ол да бір мәрте өлесі мас болып көрсін де." Осылайша 3 дос бас қосқан. Мектеп бітіргендеріне 5 жыл толатын кездесуді қалай өткіземіз, соған ақылдасайық деген сылтаумен 1 литр шарапты ортаға алған. Берікке білдірмей темекінің тұқылын қосып беріп отырған. Берік тез сыр берді. Тәжірибелері сәтті жүзеге асты. Ары-беріден соң анау-мынауға мыңқ етпейтін Беріктің сөйлеуге тілі келмей күрмелді де қалды. 2 досы үйіне жеткізіп салмақ болып еді. "Өзім-ақ барамын" деп орыннан өздігінен тұрып сүйемелдемек болған бұларды қолымен жасқап итеріп өзіне жақындатпай үйіне қарай теңселе басып жүре берді. Көшедегі ит атаулыны шулатып, өз аяқтары өзіне әзер бағынып қисалаңдап Берік кетіп бара жатты. Егер ол үйіне тұп-тура барғанда ғой, бұл әңгіме жазылмаста еді. Бірақ олай болмады. Сорына тартып тұрған шығар. Есі кіресілі шығасылы Берік өз үйім екен деп көршісі Сабырдың үйіне кіріп кеткен. Көршісінің ауласында адасып жүріп, тауық қораның есігінің алдында тұрған шылапшынға сүрінді де тауық қораның есігіне соғылып, гүрс етіп құлап түсті. Қорадағы тауық біткен үркіп, қыт-қыттап, оған абалаған иттің даусы қосылды да, аула азан-қазан болды. Есін сол сәтте бір жоғалтып барып жинады да, қайтадан тырбанып тұра алмай жатқан кезде үй иесі Сабыр дамбалшаң күйе жүгіріп жетіп келді. "Әй, бұл қайсысың?" Сабырдың даусы 7 түнде жаңғырып шықты да, көше иттері одан беттер шулай түсті. Шарап буын-буынына шырмап алған Беріктің оған жауап берер жағдайы да жоқ еді. Қайда жүргенін өзі де білмей орнынан көтерілуге әрекет жасады да, тағы да тауықханаға соғылып,
тауықтарды тағы да шулатты. Үй иесіне оның бұл жүрісі тауық ұрлағалы жатқан адамның тірлігі секілденіп кетті. Әй, кімсің деймін? Өзімен өзі әлек болып жатқан Берік көршісінің бұл сұрағын да жауапсыз қалдырды. Келе сала жұлқыған көршісі Берікті таныған соң барып, «Берік, сен неғып жүрсің мұнда?» Берік бірдеңе деп түсініксіз мыңғырлады. «Өй, мынауың өлесі мас қой», деді Сабыр мұның халін енді білгендей. Көршісі орнынан тұрғызбақ болған, еңгезердей немеге шамасы келмеді. Буын-буынынан әлі кеткен Берік орнынан екі ұмтылып әзер тұрды. Тұрды да көршісінің ауласына жазатайым кіріп кеткенін сонда ғана ұғып, тағы да теңселе басып үйіне қарай беттеді. Үйіне барды да сәкіде шешесі әлдеқашан салып қойған төсекке құлай кетті. Таңертең Берікті күндегідей анасы емес, ауылдың милициялары оятты. Түндегі ішкіліктен басы мыңғы-дыңғы болып жатқан бұл бірден тұра қоймай, милициялардың қолын қағып жіберіп, ары қарай аунап түсті де қайтадан қорылға басты. Милициялар оның еркелігін көтеруші ме еді, тағы жұлқылады. «Тұрыңыз, тұрыңыз» деймін. Осы кезде ғана оятып жатқан өз анасы еместігін аңғарған Берік, амалсыз әлі де ұйқы тілеп тұрған көзін сығырайтып бұларға қарады. Милиция формасындағы адамдарды көріп, есін тез жинап, жастықтан басын көтерді. «Тұрыңыз, біз сізді әкетеміз». «А, неге?» «Тұрыңыз, сізді штабқа әкетеміз». «Мыналардың есі дұрыс па? Штабқа әкеткені нес?» дегендей Берік бұларға сұраулы көзбен қарады. Мән жайды милиция жігіттер әзер ұқтырды. Сонда ғана есін толық жеп өз-өзіне келген Беріктің көзі атыздай болды. «Арыз, тауық ұрлағаны нес?» Бұлардың жанына келген анасы да астапыралласымен бісмілласын айтып зәресі ұшты. Көршісі Сабыр таң атқаннан тауығымды ұрламақ болған жерінен ұстадым. Өлесі мас, өзімді боқтады, ұрды, соқты деп мұның үстінен арыз жазып үлгеріпті. «Ой, бармаймын мен, білгендеріңді қылыңдар. Мен оның тауығын басыма ұрам ба?» деп ашуланды Берік. «Жүріңіз, бұл сөздеріңізді штабқа барып айтасыз». Анасы ойбайлап қала берген. Дүниеде аяқ астынан әсіресе жоқ жерден істі болған жаман. Жарты сағаттан соң Берік ауылдағы милиция штабында тұтқында отырды. Көршінің ауласына дереу тексеру жүргізіп еді. Шынында да Беріктің аяқ киімінің ары-бері аунаған ізі сайрап жатты. Солайша көршісінің арызын негізді деп есептеген. Бұл жаманат хабар ауылға тез тарады. Ысқақтың баласы Берік тауық ұрлап ұсталыпты деген суыт тосын жаңалықты естімеген адам қалмады. Солақ екен, ауылдағы жылқы жоғалтып, сиыр жоғалтып, қой ұрлатып, бірнеше жылдан бері милицияға арыз тастап қойған адамдар ұры ұсталды, жоғалтқан заттарымызды таптырамыз деп штабқа ағылды. Беріктің тірі жанға зияны жоқ, ешкімнің ала жібін аттамаған, көшеде жатқан біреудің сынық иінесінде алмайтын пенде екенін бір-ақ сәтте тарс естен шығарды. Оларға Беріктің абыройынан гөрі бір кезде жоғалтқан малдарын өндіріп алғаны олжатұғын. Адамдарды түсініп болмайсың. Бәсе, өзі сол бала бір түрлі еді. Әулие боп шыға келгендер мен ақшасы көптеу ұрының ұсталғаны жөнеді. Мынау жоғалған малымызды төлей алса болғаны ғой дегендерді естіп, тіпті түңіліп кетуге де болар еді. Пендешілік деген осындайда білінеді. Бұл хабарды әркім әрқалай қабылдады. Біреулер жағасын ұстады, енді біреулері бетін шымшыды. Баз біреулер аяушылық танытты. Бірақ көпшілігі сене қоймады. Беріктің ұсталуы біраз күнге дейін бейпіл ауыздарға әдемі ермек бола кетті. Сәл бірдеңелері жоғала қалса, Берік ұрлап кеткен болар деп орынды орынсыз әжуалайтын қалжыңбастар пайда болды. Берікке шын жаны ашығандар жоқтың қасы еді. Берік пен анасының халі тіптен мүшкіл болатын. Ішкені рас, көршінің тауық қорасының есігінің алдына барып құлап тұра алмай тырбаңдағанында шындық. Еміс болса да жадында сақтаулы тұр. Бірақ бәлеқор көршісі үшін соның өзі де жетіп жатыр. Ал балағаттады, сабады дегені қып-қызыл өтірік ертегі. Бірақ арыз тастау үшін сондай өтірік дүниелерді де араластыру керек болған шығарда, әйтпесе арызың өтпейді. Жала дегеннің өзі 100% өтіріктен тұрады емес пе? Мұның үстінен жазған арыздың ар жағында бұдан біраз дүниені өндіріп қалайын деген жымысқы мақсаттың жатқанын бұл білмейді емес біледі. Білсе де Беріктің де оңай беріле салғысы жоқ. Ұрламақ болған ойда мүлде ада екеніне өзі
сосын бір Құдай ғана куә. Алайда бұл жерде ондай куәлік жүрмейді. Куәгерің жоқ жерде сөзің шығын ешкім тыңдамайды. Мұндай жағдайларда кінәлінің тағдырын заң мен сот емес, куәгерлер шешеді. Себебі куәгерсіз арыз қойлардың да қаламы жүрмейді. Бұның кінәсіз екеніне ешкім куә болмағандықтан жаладан жапа шегіп, амалсыз қамалып отыр ғой. Досқа күлкі, дұшпанға таба болғанын ойлап, өмірінен, жанынан безіп кетудің азақ алдында жүрген жанның халі нешік. Ішкені ірің, жегені желім болған анасы жағы қу шиып, аз күнде азып тозып, жанары суалып шыға келді. Өмірінде сот, милиция дегенге еш ісі түсіп көрмеген кейуана баласы штабқа жөнелтілгелі Сабырдың үйіне самбарды. Алдына келген адамды жалындыруға жаны құмар ол құрғыр иілігетін түрде көрсетпейді. Мұның хәлін түсініп, жұмсарудың орнына дөрекі сөйлеп, айғайлап кетеді. Жоқ, ондай алқаштарды түрмеде шіріту керек. Басқаларға да сабақ болсын. Айып етпеңіз, ұлыңызға жөндеп тәрбие бере алмағансыз. Бетімен кеткенінің қандай екенін өзі де жұртта білсін, деп мұның өзіне қарсы айбат шеккенде, мұның кірмегені қара жер болған. Қанша өтініп жалынса да, көршісінің арызды қайтып алар сыңайы байқалмайды. Араға елші етіп ағайындарды салды, ақсақалдарды салды. Тіпті совхоз директорының өзі де келіп, кешірім бере салсайшы, біреудің жалғызын соттатқанда не ұтасың? Соттатқыш болсаң, шын тентектерді соттат, берікте нең бар? Ішіп жүріп, абайсыз аулаңа кіріп кеткен шығар, онда не тұр? Депті. Сонан соң ғана тас жүрек Сабыр көрші аздап жібіпті. Кешірім берейін, көп нәрседе сұрамай-ақ қояйын, бірақ ана бұзаулы сиырын бұзауымен қоса маған берсін. Сосын ғана арызымды қайтып аламын, деп шарт қойып, сәлемдеме айтып жіберіпті. Арыздың өзі де әу баста солай бірдеңе өндіру үшін жазылған ғой. Жалғыз ғана сиырды бере салу оңай болып па, оған Беріктің анасы көнгісі келмеген. Бірақ бәрібір залым Сабыр көрші өз дегеніне жеткен. Сиырдан гөрі ұлының тағдыры қымбат болғандықтан бәлеқор көршінің айтқанын істемеуге лаж жоқ еді. Көршісінің ұлы сиырды жетектеп, ауласынан әкетіп бара жатқанда, көзі жасаураған ана сол сиыр өлігіңе бұйырсын деген сөздің қалай аузынан шығып кеткенін де аңғармаған. Көршісінің құлқынына бірдеңе құйылып, көмейі толған соң Берік босап шықты. Берік ұры екен деген атағы ауылға жайылды. Қай Берік десе, ұры Берік деп жауап беретін болды. Жайылып жүрген тауықты көрсе де, Берік ұрлап кетпесін, тауық қораңды нықтап қой деп қағытатын болды. Арақ ішілген жерде де алқаштар абайлап іш, Берік құсап тауық қораны баспен сүзіп құлап жүрме деп айғайлап, дарақыланып күлетін болды. 2-3 жылға дейін жаңа туған сәбилерге Берік деп ат қойылмады. Ырымшыл қазақ Берік деген аттан азар да безер боп, ат тондарын алып қашты. Абыройың айрандай төгілсе, сол жаман. Берік сол күйі ішкілік дегенді татып алмайтын болды. Бірақ ұры деген аттан, намысына түскен таңбадан құтылмады. Арға жағылған күйі кетпеді. Бұл ауылда өмір сүре берудің еш мәнісі қалмағанын түсінді де, бір түнде жүктерін артып, жанына анасын отырғызып, үйінің қақпасына үй сатылады деген хабарламаны іле сала, ешкімнен қоштаспастан көшіп кетті. Жетісайға көшті ме, Шымкентке көшті ме, ол жағын ешкімге айтпады. Өзін ұры атандырған ортадан, ауылдан, өзі туып өскен мекеннен осылай аулаққа қашты. Кейде солайша туған ауылға деген қимастықты ұят жеңіп кетеді екен. Ұят шіркіннің өлімнен де күшті екенін дана қазақ әлімсақтан бері біледі. Сол кеткеннен ауылға мүлде ат ізін салмады. Әйтеуір кетіп бара жатқанда анасы шырағым, қайда барсақта дені дұрыс адаммен көрші болайық, деп қайта-қайта ұлына айта беріпті. Көршісінің Беріктен бопсалап алған бұзаулы сиыры тез көбейді. Айналасы 7-8 жылдың ішінде одан тараған төлдер саны 10-ға жақындап қалды. Жетім жесірді жылатып алған мал сіңе қоймас. Құтаймайдау, ол малды қайбір ризашылықпен берді дейсің, десті адамдар. Қайдағы сиырлы бай атанған Сабырдың тасы өрге домалабақ тұрды. Жесірдің көз жасы да, зауалы да, обалы да айналып өткендей. Дәулет үстіне дәулет құрала берді. Қанша дегенмен уақыт төреш екен. Кештеу болса да бір нәубет Беріктің көршісін іздеп тапты. Берік пен анасы ауылды тастап көшіп кеткеннен кейін
10 жылға жуық уақыт өткен соң Сабырды паралич соғып, тілсіз, қимылсыз жатып қалды. Облыс орталығына апарып еді, адам болмайды деп қайтарып жіберді. Жақын жуықтары көңілін сұрай келе, Ташкентке апарып емдеткен дұрыс. Ол жақтағылардың білмейтіндері жоқ. Деген соң, тоқырлап жиналып қалған сиырларын табынымен апарып сатты да, ақшасын түгелдей Ташкент диагностикасының ем-домына жаратты. Онымен сауығудың орнына кері кете берді. 2 жылдай төсекте жатып, жан тапсырды. Ажалдың елшісі боп келген кесел екен. Алып жықты. Оның жаназасына қорасында сиыр атаулыдан жалқы қалған тарғыл өгіз сойылды. Ол өгіз баяғы беріктен өндіріп алған сүтті сиырдан қалған соңғы тұяқ мал еді. Өлерінің алдында көзіне баяғы бұзаулы қоңыр сиыр елестеді ме екен? Ойпырмай, баяғы бұзаулы сиырдан өрген малдың бірі де қалмады. Оның ақшасын емде шипада болмады. Ертелі кеш бір зауалдың болатыны рас екен-ау, деп ел жұрт жағасын ұстады. Сабырдың өлімі біраз адамдарға сабақ болды. Әңгіменің кіріспесіне оралайық. Той үстінде танысқан қонақтың есімі Берік болатын. Бүгінде 70-ті орталаған, анасы әлі аман есен екен. Ата-анаңа сәлем айт, деді қоштасарда. Ауылға келіңіз, қонағым болыңыз, дедім. Жоқ, рахмет, айналайын. 20 жылдан бері ауылды әлі сағынғаным жоқ. Өзің ойлашы, кімді сағынамын? Жазықсыз қамалғанымда ұры, қарақшы деп ат қойып, намысымды қорлап, сүйегіме өшпес қара таңба түсірген өсек құмар табалағыш адамдарды ма? Әлде жоғалған малын ұялмай менен өндіріп алғысы келген, көздері дүниеден басқа ештеңені көрмейтін көрсоқыр ауылдастарымды ма? Өлесі мас қылып ішкізіп, қызыққа батып, мазаққа айналдырғысы келген дос-сымақтарды ма? Жоқ, оларды сағына алмаймын, деді Берік, бәрінен де баз кешкен кейіппен. Оған ауылдың топырағының, түтінінің, ауасының не кінәсі бар? Ондай адамдар барлық жерде де бар ғой, дедім ішімнен. Ішімнен ғана айттым.